Барлықтарына сәлемсіздер, және менің артыма қош келіңіздер. Менің бүгінгі видеомның тақырыбы қолдан спиннер жасау деп аталады. Яғни бүгінгі видеода біз қолдан спиннер дайындап үйренетін боламыз. Оны барлығымыз да білеміз деген ойдамын, ол барлығына танымал. Ендеше кеттік. Достар, спиннер жасау үшін бізге 3 печенье қажет болады. Және де 1 хомут қажет. Барлығы да түсінікті деген ойдамын, ал ендеше кеттік. Мінеке печенье дегеніміз осы, және де біз оларды осылайдан үшеуін тізбектей қойып қоямыз да, жаңағы айтқан хомутымызды олардың сыртынан айналдырып ораймыз. Қаттырақ орап қоямыз. Меніңше болды. Және де енді мұна біз артық жерін қиып тастаймыз. Достар, біздің спиннеріміз дайын болды. Және де ол өте әдемі әрі күшті болып шықты. Ендеше оны біз айналдырып көрейік. 1, 2, 3. Әрине, достар, бұл ұзаққа дейін айналмайды, но біз оны жасап шығардық. Достар, бүгінге осы, және де сіз бұл спиннер дайындаудың басқа да әдістерін көргіңіз келсе, онда осы видеоға 30 лайк жинайық, және де сол кезде мен тағы да бір спиннер дайындауды сіздерге үйрететін боламын. Видеом аяқталды. Егер ұнаса лайк басыңыздар, және де каналға жазылыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.